Сәлем достар, сіздермен мен бүгін кешкі астың орнына өте жеңіл, жаңағы пайдалы әрі тойымды салаттың рецептісімен бөлісемін. Бұл салатқа керекті, құрамына керекті заттар: мынау пекинский капуста, жұмыртқа, мынау тауық етін қоссаңыздар да болады, колбаса қоссаңыздар да болады. Менде үйде сосиска бар екен, сосиска қосайын деп жатырмын. Мынау жасыл бұршақ, көк пияз, бәдірен, осылардың бәрін турап, араластырып, кешкі тамақтың орнына жесеңіздер өте жеңіл қорытылады. Пекин капустасын бірінші турап аламыз. Сосискамызды турап аламыз. Менде үйде сосиска бар екен. Бұның орнына тауық төс етін қоссақ та болады, колбаса қоссаңыздар да болады. Енді бәдіренімізді турап аламыз. Енді көк пиязымызды турап аламыз. Енді жұмыртқамызды турап аламыз. Жұмыртқаның пайдасы өте көп, белокқа бай құрамы. Негізінде күніге азында 2 жұмыртқа қайнатып жеп тұрсаңыздар болады. Белок балаларға да берсе болады қайнатып. Тұзды дәміне қарай қосамыз. Мен қасықтың ұшымен 2 қасық қостым. Себебі қазір майонезімізде де тұз болады азырақ. Жасыл бұршағымыздан 3 қасық қосамыз. Енді
қара бұрышымыздан қосамыз азырақ. Көп қоспаймыз, азырақ қосамыз. Ең соңында майонезімізді араластырамыз. Майонезді де көп қоспаймыз. Жасыл бұршақтың сіздерге лайфқа мынау суынан қосып жібереміз. Салатымыз кішкене сулылау болады, құрғақ болмайды. Енді бәрін араластырамыз. Кешкі тамақтың орнына осы салатты жесеңіздер бір тарелкесін, тойымды әрі пайдалы. Салатымыз дайын болды. Міне біздің жеңіл салатымыз дайын болды. ПП рецепт ретінде қолдансаңыздар да болады. Кешкі тамақтың орнына осы салатты жасап жесеңіздер болады. Өте пайдалы, оңай, жеңіл салат. Құрамында заттары да өте қарапайым, үйде болатын заттар, қоспалары. YouTube каналына кіріп, қалай дайындалғаныңыз келсе, Ақтастархан YouTube каналына кіріңіздер.